Қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын өте оңай әрі тез пісетін дәмді кекстер дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттер видеоның астында жазылған. Кекстерді дайындау үшін алдымен 3 жұмыртқаны алып, миксермен жақсылап араластырып шығамыз. Үстіне қантымызды салып, жұмыртқамыз 2-3 есе көтерілгенше көпіртіп шығамыз. Содан соң ерітілген сары майды салып, жақсылап араластырып шығамыз. Жылы сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Ұнымызға қамыр қопсытқышты салып, сұйық массамызға қосып, миксермен 1 келі масса шыққанша миксерлеп шығамыз. Мен кекстерге жаңғақ қостым, бірақ ол міндетті емес. Осы түрінде де еш салмасыз пісірсеңіздер де болады. Өз қалауларыңызша жаңғақ немесе мейіз қоссаңыздар да болады. Мен жаңғақты блендерден өткізіп ұсақтап алдым. Және дайын массаға салып, араластырып шықтым. Дайын болған массаны осылай формаларға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіріп шығамыз. Менде арнайы кекстің формасы болмағандықтан осындай формаларға салып пісірдім. Піскен кекстерді формадан суытып алып барып алған дұрыс. Сонда жабыспай, сынбай, бүтіндей болып түседі. Кекстерді қалаларыңызша сән десеңіздер болады. Мен бетіне шоколадты ерітіп осылай жолақтар жасап шықтым. Немесе жай өзін қалдырсаңыздар да болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ өте сәтті әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.